Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін селедка қосып пачуба салатын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де каналға тіркеліп алыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін күнделікті жаңа рецепттер, неше түрлі салаттар салынып жатыр жаңа жыл мейрамына қарсы. Бұл салатты дайындау үшін бізге піскен картошка, піскен сәбіз, селедка және піскен қызылша қажет, майонез қажет. Осы заттардың барлығын алдын ала пісіріп дайындап алатын боламыз. Енді ең бірінші селедканы қылтықтарынан, ішіндегі ішек қарындарынан тазалап аламыз. Таза еті қалу керек. Енді осы селедканы майдалап төртбұрышты етіп турап шығамыз. Турап алған балықты осындай сопақша тарелкаға орналастырамыз. Сопақша тарелкаға салат әдемі көрінеді. Енді үстіне майонез сеуіп шығамыз осылай. Майонез сеуіп болғаннан кейін үстіне піскен картошканы үккіштен өткізіп шығамыз. Барлық жерін жауып шығамыз балықтың. Енді үстіне тағы да майонез сеуіп шығамыз. Осылай біркелкі етіп майонез себеміз. Енді қасықпен біркелкі етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне майонез тию қажет. Міне жағып болдық. Енді келесі кезекте піскен картошканы үккіштен өткіземіз. Сәбізді де барлық жеріне сеуіп шығамыз үккіштен өткізіп. Міне сәбізді барлық жеріне орналастырып болдық. Біркелкі етіп жағып шықтық. Енді үстіне майонез себеміз. Енді қасықпен біркелкі етіп жағып шығамыз майонезді. Барлық жеріне майонез тию қажет. Тұз сеппейміз, өйткені селедканың тұзы бар, майонездің тұзы бар. Сондықтан тұз себілмейді. Майонезді жағып болдық. Енді үстіне піскен қызылшаны үккіштен өткіземіз. Жаңа жыл мейрамына міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Бірінші желініп кететін салат болады. Өте дәмді болып шығады. Дәмі керемет болып шығады. Қызылшаны өткізіп болдық. Енді біркелкі етіп орналастырып шығамыз қызылшаны. Үстіне майонез жағамыз. Енді үстіне майонезді көптеу жағыңыздар. Енді қасықпен жағып, біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Міне осымен керемет дәмді болып шығатын пачуба салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де төменге комментарийге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.